Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, қытырлақ американский печеньенің рецептімен бөлісемін. Бұл печеньені міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін, себебі балаларыңызға өте қатты ұнайды және де ең дәмді печенье. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біздер сармайымызды қысқа толқынды пеште аз мөлшерде осылай ерітіп аламыз және де оның үстіне қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Мына жерде мен сахарный пудра қостым, сіздер қант қоссаңыздар да болады. Және де осыны ерігенше жақсылап араластырып, үстіне жұмыртқамызды салып тағы бір араластырып аламыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Енді осындай бір пачкадағы шоколадтың біздерге бүкілі керек болады. Осындай қазақстанский шоколадты осындай пышағымызбен бөліктерге бөліп аламыз. Осындай ұсақ бөлшектерге бөлеміз және де дайын болған массамыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Міне массамыз дайын болды. Осы қамырымызды енді осындай салапан мешоктарға салып, бір салапан мешокқа салып, морозильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Морозильнигімізде тұрды жарты сағатта. Енді осыны алып, бөлшектерге жаңағыдай пешіміздің противеніне астына осындай пергаментіне қағаз төсеп, үстіне осы печеньелерімізді дөңгелек күйінше саламыз. Осындай домалақ күйінше саламыз. Пешімізді 170-180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қойыңыздар, және де қалаған формаға келтіріп пісірсеңіздер болады. Міне печеньеміз дайын болды. Өте керемет, осындай қытырлақ болып шығады. Ішінде осындай шоколадтары бар. Ыстық сүтпен жесеңіздер өте дәмді, балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Және де осыны пісіріп көруге кеңес беремін. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздердің лайк, комментарий қалдырғандарыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп алыңыздар. Ал енді мен сіздерге тағы бір өте керемет дәмді печеньенің рецептімен бөлісемін. Бұл печенье де үйдегі бар затпен жасалады. Үйдегі кухнямыздағы бар затпен және де оңай жасалуда. Ол үшін біздерге әдеттегідей осындай бөлме температурасындағы сармай керек болады. Енді сармайымыздың үстіне қантымызды салып, немесе сахарный пудрамызды салып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз және тағы бір араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз және де оны араластырғаннан кейін үстіне кукурузный крахмал саламыз. Біздерге бұл жерде кукурузный крахмал қажет. Ұнымызды салып алдық, енді жақсылап барлық массаны араластырамыз. Дайын болған массамызды енді кондитерлік мешоктарға салып аламыз. Менде осындай кондитерлік насадка, сіздерде қандай насадка бар, қалауыңызша жасасаңыздар болады, немесе қолыңызбен де әдемі форма келтірсеңіздер болады. Міндетті түрде пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Алдын ала осындай жаңағы шоколадты ертіп, осы піскен печеньемізді шоколадтарға батырып, әдемі етіп жей берсеңіздер болады.
170-180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын, жаңағыдай алдын ала ертіп алған шоколадқа батырып жіберсеңіздер болады. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.